15 желтоқсан түркі тілдерінің әлемдік күні деп жариялануына орай төл жазуың төлқұжатың атты ғылыми-танымдық іс-шара өтті. Бұл іс-шарада қандай тақырыптар қозғалды? Студенттерге берер пайдасы не? Мен Аружан Кенжеқызы баяндайтын боламын. Түркі мұрасын дәріптеуді мақсат еткен Бенгі із үйірмесі төл жазуың төлқұжатың атты ғылыми-танымдық іс-шара ұйымдастырды. Шараның басты мақсаты көне түркі тілінің руна жазуларын бүгінгі жастарға заманауи әдістермен жеткізу. Осы бағытта руна жазуын интернет-платформалары, интерактивті ойындар, мақалалар және арнайы сайттар арқылы үйрету идеялары ұсынылып, тың тәсілдер таныстырылды. 15 желтоқсан туған тіліміз, тарихи тіліміздің туған күнін атап өту мақсатында ұйымдастырдық бүгінгі шараны. Келесі аптада жаңағы студенттердің сессиясы басталатындықтан алдын ала өткізіп отырмыз. Бүгінгі шара негізінен біздің төл жазуымызды, ата-бабамыздан қалған сондай асыл мұраны насихаттау, жас ұрпаққа жеткізу және қазіргі заманға сай жаңа қырынан зерттеу, жаңа әдіс-тәсілдермен қазіргі заманның барлық мүмкіншіліктерін пайдаланып, жасанды интеллект қолдану арқылы осы өзіміздің ата-бабамыздың қалған жазба мұраларды үйрену, осы бағытта ғылыми танымдық осындай бір шараны ұйымдастырдық. Жақсы деңгейде өткіздік деп ойлаймын. Бүгінгі конференцияда біз руна жазуына байланысты көптеген студенттердің жұмысымен таныстық, көршілес Өзбекстан мемлекетінен келген меймандармен тілдестік. Жалпы тақырыпқа сәйкес төл құжатың төл жазуың атты тақырыпта біз толық ашылдық деп ойлаймын. Және де бұл конференцияда білмейтіндігімізден білгеніміз көп болды. Және біз үшін өте пайдалы деп ойлаймын. Іс-шараға университет студенттері мен оқытушылары ғана емес, сонымен қатар Самарқанд мемлекеттік университетінен келген доценттер де қатысып, өз кәсіби пікірлерін ортаға салды. Олардың келуі шараның ғылыми деңгейін одан әрі арттырып, түркі дүниесінің ортақ рухани байлығы жөнінде құнды ойлар айтылды. Бізде қазіргі таңда бүгінгі күнде өткен осы төл жазуың, сенің төл құжатың деген бізде тақырып болған. Бізде бұл жерде негізгі көтерілген мәселе ол бізде көне түркі тілі, яғни руна жазулары туралы болған болатын тақырыптардың барлығы. Және осы шараның ішінде біз өзіміздің жаңа идеямызды, яғни мысалы бізде осы түркітану мамандығын оқып жатқандықтан көне түркі жазу ол біздің қазіргі таңдағы зерттеп жатқан пәніміз болып есептеледі. Және осыған байланысты біз қазіргі таңда осы көне түркі тілін оқып, біліп, және бізде қасымыздағы адамдарға, яғни осы қазақ халықтарына немесе басқа түркі халықтарына осы біздің үйреніп жатқан тілімізді жаңа тәсілде, яғни виртуалды немесе 3D тәсілімен, болмаса ойындармен интернет арқылы тарату, яғни үйрету керек деп қойған болатынбыз. Және осы шараның ішінде біз өзіміз барынша сол слайдтармен, өзіміздің ойындармен бірге адамдарды осы көне түркі тіліне оқуға қызықтырдық деп ойлаймыз. Және болашақта біз бұны әлі де дамытамыз деп сенемін. Жастарды көне түркі жазуына қызықтыруды мақсат еткен бұл бас қосу жоғарғы деңгейде өтіп, қатысушыларға ерекше әсер қалдырды. Руна жазуына деген жаңа қызығушылық пен оны заманауи форматта дамыту идеялары шараның негізгі жетістігі болды. Аружан Кенжеқызы, Алматы.